Қайырлы күн, қымбатты көрермендер. Сенім алаңы подкасты өз жұмысын жалғастыруда. Сіздермен бірге мен Несенбаева Гүлжайна және де бүгінгі студиямыздың қонағы Сейітова Алма Бағдаулетқызы. Қолынан балы тамған аспаз, матадан қиыстырып, өрнек салған шебер әрі ұлттық өнерді жаңғыртып жүрген аяулы жан. Қош келдіңіз, Алма апай. Сәлеметті, қайырлы күн. Ал енді алдымен өзіңіз туралы мәлімет айтып, осы өнер жолына қалай келгеніңіз жайлы айтып өтсеңіз. Өте жақсы балалар мінекей бүгінде жиналып қалған екен. Мынау қолөнер туралы айтсам, қолөнердің ішіндегі осы құраққа келгеніме осы былтырдан бастап 2 жыл ғана. Осы қолөнерге келгеніме бір 10 жылдан артық болып қалды. Осыған себепкер болған негіз өзімнің келінім Әсел болатын. Осы өзіміз неге тікпейміз, қазақтың ұлттық дәстүрін дамытайық, ертең өзі ұрпағымызға үлгі болып қалады ғой деп, сол өзі өнер мектебінде жұмыс істеді. Әртүрлі костюмдар тігетін сахналарға соларды өзіміз тігіп үйренейік деп, содан машинка беріп маған осы тігім машинасын, содан бастап өзі ақырындап тігіп, дәл қазір енді осындай үлкен жетістікке жетіп отырмын. Биылғы жылы ең үлкен жетістігім Аламан құрақ жобасына қатыстым. Ол Өскемен қаласында өтті. Бұл жобаның бастаушысы Нұргүл Абайханқызы. Оралтайға барып көрпемізді осындай апарып, мынау шиқұрақ деген өте күрделі құрақ. Осы құрақты құрадым. Одан кейін осы көрпеміз біздің әлемдік рекордқа шықты. Енді оның жанында мынау биылғы жылы жылқы жылы болғаннан кейін осы жылғы тұлпар жастығын тіктік. Осы екеуінен мына тұлпар жастығымызда біздің рекордқа шықты әлемдік. Осы құрақ, Аламан құраққа бізден бүкіл Қазақстан бойынша 17 облыстық қалалардан 789 құрақшы қатысты. Осы Алматы облысынан 103 құрақшы қатыстық. Оның ішінде осы Алатау қаласынан біз 3 құрақшы болдық. Енді осы жетістігімізді айтсақ, үлкен алаңында Өскеменнің спорт алаңында осы көрпелеріміз жайдық. Бұл құраққа 7 жастан бастап 90 жасқа келген әжеге дейін болды. Енді бұның бәрі оңайлықпен келген жоқ. Еңбектің арқасы. Енді өзім негізі осы құраққа кейінгі осы 2 жылда ғана қатысып жүрмін деп отырмын ғой. Енді осы құрақтың да сыры көп болады екен. Қарап тұрсаң, былай қарай саласың деп ойлайсың, бірақ ондай емес екен. Қиындығы да болады. Мынау әрбір матаның, барқыттың, осына көрпеміз, мынау барқытпен деген көрпе, мынау Тарбағатай елінің табиғаты, мынау тау тасы, мынау мінекей ағашы, көгерген жасыл мінекей тоғайлары, тау тасы мінекей соның өрнектеп осындай бір ғана көрпеге сыйдырып, қаншама құрақшы бір размерде, бір осындай топтамада бәріміздің де бір қолдан шыққандай қылып, қаншама өнерлі адамдар, тігіншілер, құрақшылар осы құрақ Өскеменге апарып келдік. Бұл енді әлемдік рекордқа шықты дегендегі мақтанышымыз, рухымыз одан сайын көтеріліп, қазақтың осындай өнерін бүкіл ел танып, бүкіл әлем танып жатқанда қуандық қой. Сондай кереметтей толқыныста болдық. Шаршап барғанымызда ұмытып, бәріміз сол Аламан құрақтың осындай бізге сый сияпаты болды. Осына көрпемізге бізге осы еңбегіміз ақталып, бізге күміс медаль, әлемдік рекордтың күміс медалі мен марапатталдық. Сертификатым бар, әлемдік рекордтар Гиннестің кітабына жазылдық. Одан кейін жастығымызбен де солай 789 құрақшығы бірде осындай жастық тігіп апарғанымыз үшін біздерде алтын медаль мен марапатталдық. Енді осының бәрін осы құрақ көрпемен жастықтың рекорды, әлемдік рекордқа шыққандығы үшін Гиннестер кітабына жазылғанымыздықтан біздерді мінекей осы таяуда ғана орденімізбен Аламан құрақ тігіншілерін, құрақшыларын марапаттады. Онымен бірге біздерді осы сертификаттарымыз бар,
кітапшаларымыз бар. Енді мынау Гиннестер кітабында жазыламыз деп жатыр. Осының бәрі осы біздердің жетістігіміз деп ойлаймын. Халқымызға деген мына ұлттық дәстүріміздің, салт дәстүріміздің, ертең мына ұлттық мына өзіміздің артымыздан өсіп келе жатқан балаларымызға, немерелеріме үлгі ғой енді. Ертеңгі күні бізді өзім де ойлайтынмын, не бітіріп жатырмын, осы халқыма, балаларыма үлгі болатындай бір іс жасап кетсек деп, сол ойымдағы мынау іске асып жатқанына өзім де қуанамын. Осы жаста бізден де үлкен адамдар қатысып жатыр ғой енді. Осы мақтан етемін. Өзімде де мақтан етіп жатыр қазір. Мынау балаларым, туған туысқандарым, өзімнің 92 жастан асқан анам бар. Сол кісінің де қолынан өнер тамған, 35 жыл ұстаз болған, сол кісінің де бізге берген осы сол кісіден көргеніміз ғой енді. Ол кісінің де қолынан өнер тамған, осы көрпелер құрап жүретін. Ол кездерде біз енді бала болғандықтан аса көңіл бөле қоймадық. Енді қазір өзіміз есейгеннен кейін осы құрақ көрпенің қалай тігілетін, қалай осылай қазақтың ұлттық дәстүрінде жылы осылай дамып жатқан қазіргі заманда техникасы қазір жеңілдетіліп жатыр. Соның бәрін қазір көріп өзіміз қуаныштамыз. Яссаған, өте керемет, өте тамаша. Ал енді бұл құрақ көрпе, құрақ құраудың жай ғана біріктіру емес екенін бәріміз білеміз. Бұның енді тәрбиелік мәні қандай деп ойлайсыз? Иә, дұрыс айтасың, осы тәрбиелік мәні өте зор екен. Мынау артымыздан еріп келе жатқан мынау балаларымыз, келешек мынау жастарымыз, қыздарға әсіресе, ұлдар да қазір, қыздар ғана емес, ұлдар да қазір тігеді. Көп қазір құрақшылық жігіттер бар, үлкен ер азаматтар болды. Енді осы мынау құраққа төзімділік керек, сабырлық керек. Мынау адамның миы, мынау қол мен осының бәрі моторика дейді ғой, мынаның бәрі миға жақсы бір сигнал береді. Одан кейін өзің ойлау қабілетің одан сайын дами береді екен. Одан осы жол жасап келесің, мынадан кейін тағы да мынандайтын нәрсені жасауға болады екен ау деп, одан кейін арғай өзің жалғастыра береді екенсің. Енді осы құрақта да мынау қазір техника дамыған, мысалы үшін осы қазір станоктармен кесіп бере алады. Осындай құрақтарды әртүрлі, одан кейін арғай өзің құрастырып тіге береміз. Өте керемет. Ал енді қазіргі таңда техника өте қатты дамыған, жастар қолөнерге қатты мән бере бермейді. Қазіргі таңда ұялы телефон, теледидар деген нәрселерге көп көңіл бөледі. Ал енді осы жастардың көңілін осы құрақ көрпе, қолөнерге қалай бұруға болады? Қалай қаратуға болады? Иә, қазір енді мынау кішкентай қыздарымызды мынау 7 жастан бастап негізі бала тіге алады екен. 5 жастағы бала көмектесе алады екен. Ана қайшымда перші бер, жебімда перші бер десең, соның бәрі де осы баулу ғой кішкентай кезінен баланы. Енді мынау қазіргі жастарымызға қазір бұрындары ерте замандарда маталар жеткіліксіз болған ғой. Базардан барып сата алмайды, сатып әкеле алмайды. Алғы үстерінен түскен киімдерден құрақ деген қайдан пайда болды? Осы құраудан пайда болған. Елде осы құралса екен деп айтады. Мына құрақта да қыз ұзатып, әркім үй болып бөлек шығып жатқан кезде ата-анасы, туған туысқандары осындай құрақ құрап әкеп, осы құрақтай құрал деп тілек айтып, батасын беріп, осында ұлттық салт дәстүрге шақырған болатын. Қазірде жастар көп айналысатын. Құрақпен де, тігіммен де. Қазір мынау тігіммен айналысатын жастар көп. Қарап отырсақ, көбімен қазір танысып, білісіп жатырмыз. Соларға қуанамыз, мақтанамыз. Қазіргі жастардың ойлары керемет қой, ойшыл. Солардан көп осы нәрсені үйреніп жатырмыз қазіргі мынау енді жастардан. Құрақ құрап, құрақтың өзіне келетін болатын болсақ, құраққа отырып тігетін болсақ, адам деген осы өзінің миын, ойлау қабілетін дамытып, қазіргі заманауи жағдайда жеңіл түрлерін қарастырып, бұрынғы ескіріп, қазірде тозығы жеткен деп айтамыз ғой, бірақ сол құрақ оюларды дамытып жатыр қазір. Үстеріне шапандарға келтіріп, киімдеріне келтіріп, ұлттық дәстүрде, этно стильде қазір көп киімдер тігіліп жатыр. Осы көрпелерімізде сол стильдерде қазір болып жатыр.
Ал енді сіз Аламан құрақ байқауының жүлдегерісіз. Осы байқаудың кезінде бір қызықты әрі қиын сәттер болды ма? Сол жайлы бөлісе кетсеңіз. Енді бұл құрақтың да қиындығы болады екен. Енді әркім бұрын нағыз құрақшылар бар ғой қазір. Енді олар құрақтарын жылдам тігіп бітіріп жатыр. Мен мысалы үшін өзім осы көрпені бір ай тіктім. Арасында енді үйдің шаруасы бар деген сияқты қызықты да бар. Қарап отырып мынау әрбір ненің матаның түгі болады өзі. Мынау барқат белет, барқаттан тігілген көрпе. Соны байқап отырмасаң сәл бір нәрседен шатысып кетесің да, әлгіні қайтадан сөгітуің керек болады. Сөгітіп артқа қарай жүргің келмейді ғой, алдыға қарай жүргің келеді. Осын тігіп бітірсем екен осы құрақты деп. Сондай бір ниетпен, таза ниетімізбен істелінген жұмыс болды. Енді сондай елден қалып қоймасам екен, біреу ән тігіп болдым десе, мотивация беріле ме адамға? Қой, мен де ұят болады, енді мынандай жасымда отырып қалғаным, мен де бітіріп тастайыншы осы құрағымды деп, осы күнге жеттік. Енді қызықты сәттерін, енді біздің қуанғанымыз ғой, мынау енді рекордқа кірдік деп басымыздағы бөркімізді лақтырып қуанып жатырмыз Өскемен қаласында. Өскемен қаласы енді кіші қала болғандықтан негізі құрақ жағы ол жақта жоқ екен. Соған таң қалдық. Енді өзім негізі Абай елінің қызымын, Абай туған жеріненмін. Енді осы халқымның, елімнің рухын көтеріп, осында ұрпақтарымыз, келешек ұрпақтарымыз бәрі де тігінді білсе екен деймін. Осы отырған балаларымыз да ең болмаса құрақ құрамаса да өзінің үстіндегі киімін тігіп келсе де, өзді ойластырып тігіп, басына ең болмаса бір киетін бас киімін тігіп алса да, тақия тігіп берсе де бауырына, оның бәрі өнер, қолөнерге талай жұмыс кіреді. Тігіп тоқиды да, енді осы темірмен де айналысатындар бар. Енді өнердің түрі көп қой қазір, қазақ өнерсі емес, ұлттық дәстүріміз. Енді осы біздің қазақ халқы өнерге деген ілтипаты керемет. Ал енді біздің орталығымыздың ұл қыздарына қандай жылы лебіз, ақ тілектеріңізді айтасыз? Рахмет. Иә, мына ұл қыздарымызға айтатынымыз, енді жаңада көрсетіп, қыздарға тігіп көрсетіп жатырмын машинамен. Осылай болады құрақ дегенде құрақты әкеп көрсетіп жатырмын. Осылай құрасаңдар ертеңгі күндері өздеріңе, осы сендерге еңбектеріңмен осы нан тауып, өздеріңнің үстеріңе киімдеріңді тігіп киесіңдер. Өздерің осылай сатып, өз күндеріңді көріп, осы ата-аналарыңды риза қылып боласыңдар. Ертең бір өздеріңе пайдалы бір кәсіп ашып, соның рахатын көресіңдер деп айтып жатырмын жаңа кішкентай қыздарымызға, балаларға. Енді бәрлеріне тілейтінімін, ең басты денсаулық болсын, білім керек, бәріне де өнер керек, өнерімізді дамыта берек. Қазақтың ұлттық дәстүрі, салт дәстүріміз осылай көркемделіп, бүкіл әлем бізді қазақты танып жатыр. Қазақтың ішінде біздің осындай құрақ, осы қазақ елінде ғана бар екен. Соны осы біздің кейінгі келешек балаларымыз түсінсе екен деймін, білсе екен деймін. Енді өзім де мысалы артынан ерген немерелерім осы мақтан етіп, біздің әжеміз осындай болған еді, осындай құрақ тігіп еді деп, осындай құрағы бар, мен осы әжемнің құрағын айтайыншы деп домаланып жатып жатса, соның өзі маған бір үлкен мәртебе. Ал енді сізге өте көп рахмет. Осындай сіз сияқты ұлттық өнерді жаңғыртып жатқан аяулы жандар бізге қазіргі таңда ауадай қажет. Сіз уақытыңызды бөліп келгеніңіз үшін сізге алғысымыз шексіз. Рахмет, сіздерге де рахмет, көп рахмет айтамын. Ал енді құрметті көрермендер, біз сіздермен қоштаспаймыз. Келесі кездескенше.